Толық мәлімет хабары 24 KZ телеарнасының эфирін жалғастыруда армысыздар. Әлемдегі ірі ғаламтор платформалардың бірі eBay компаниясы хакерлік шабуылға ұшырады. Әйгілі болғандай, үстіміздегі жылдың ақпан айынан наурыз айына дейінгі кезеңде киберқарақшылар интернет-сервистің деректер базасына кіріп, пайдаланушылардың жеке ақпараттарына қол жеткізе алды. Оған қоса 2 апта бұрын eBay программистері кейбір компания қызметкерлерінің аккаунттары бұзылып ашылғанын айқындады. Нәтижесінде хакерлер корпоратив ішіндегі желіге кіруге мүмкіндік алды. Десек те сайт мамандарының сендірулерінше компания сервисінде авторизациялық емес белсенділік байқалмады. Сонда да қазір eBay өз пайдаланушыларына құпия сөздерді ауыстыру бойынша ескертулер жасайды. eBay интернет платформасы жайлы бүгін біз толық мәлімет хабарында сөз етеміз. eBay әлемдегі ең әйгілі платформалардың бірі, әрине қазақстандықтардың да арасында. Осы ресурста бәрін кез келген затты сатуға не сатып алуға болады. Интернет дүкенді 1995 жылдың 4 тамызында программист Пьер Амидияр ашқан және Auction Web атты Амидиярдың жеке сайтының тек бір бөлігі ғана болған. eBayде тұңғыш сатылған зат ол лазерлі сілтеуші таяқшасы. Сатып алушы ол үшін $13.83 төлепті. Осы кезде сілтеуші таяқша жарамсыз болған. Амидияр тіпті сатып алушыдан алған затының ақау бар екен байқадыңыз ба деп сұрапты. Сонда әлгі клиент мен жарамсыз лазерлі сілтеуші таяқшаларының коллекционерімін деп жауап қайтарған. Негізінен eBay сатушы мен сатып алушы арасындағы делдал болып табылады. Компания пайдасын платформаны қолданатын сатушылардың төлейтін жарналары есебінен алады. Сатушы оған ыңғайлы 3 түрлі сатудың бірін таңдайды. Аукционнан сату, тиянақталған бағамен сату және жарнамалық хабарландыру. Мұнда барлық затты дерлік сатуға болады, тек 2 ескерту бар. Тауарлар мен қызметтер тіркелген филиалдың еліндегі заңнаманы бұзбау қажет. Және тауарлар платформаның өзімен бекітілген қара тізімге кірмесе болғаны. Мамандар eBay бизнес үлгісі нәтижелілігінің 6 себебін айтады. Біріншісі ол жағрафиялық шектердің жоқтығы, яғни сатушы мен сатып алушы ғаламшардың кез келген жерінде болуы мүмкін. Тілдік шектің жоқтығы, яғни аукциондарға қатысу түрлі тілдерде жүргізіледі деген сөз. Уақыт шегінің жоқтығы, сайт тәулігіне 24 сағат аптасына 7 күн жұмыс істейді. Сонымен қатар сатушылар мен сатып алушылардың үлкен саны және әрине мультипликациялық әсер. Бұл ретте сатып алушылар санының артуы сатушылар санын ұлғайтады және керісінше. eBay аукциондарында кез келген затты сатып алу дегеніміз бос сөз емес. Бір күні осында әрине сәтсіз түрде есептен шығарылған ұшақтарды тасушы кеме сатуға қойылған. Ал екінші дүниежүзілік соғыс кезеңінің сүңгуір кемесі Жаңа Англияның кішігірім қалашығы билігімен сәтті сатылды. Тағы басқа да әдеттегіден тыс сатулар болды. Осылайша 2005 жылдың маусым айында Американың Юта штатының тұрғыны Кэролин Смит маңдайында жарнамасы бар татуды жасауға деген құқықты сатты. Жарнамалық аймақты Golden Palace ойынханасы сатып алды. Бағалық рекордтар платформаның сатушыларында сатып алушыларында таңғалдырмайды. Осылайша мұнда аукционнан 1666 жылы болған әйгілі лондондық өрттен аман қалған Тир ханзадасы атты Шекспирдің қолжазбасы сатылған еді. Мәміленің сомасы 5 миллион фунт стерлингті құрады. Ал Grumman Gulfstream 2 ұшағы 4 миллион 900 мың долларға сатылды. Осы жерде тіпті поп-музыканың патшасы Майкл Джексонның өзі қол қойған ойын приставкасы күлкілі бағамен 125 мың америкалық ақшаға сатылған. Сатушы мен сатып алушы көбінесе бір-бірін танымағандықтан алаяқтық тәуекелі бар, бірақ eBayде ондай алаяқтық саны айтарлықтай төмен. Бәрі мынаған байланысты. Порталда рейтингтер жүйесі жұмыс жасайды. Жасалған мәміледен кейін сатушы да сатып алушы да рейтингке ықпал ететін бір-біріне деген пікір қалдыра алады. Ал егер eBay ғаламтор платформасының қазақстандық пайдаланушыларына келсек, онда олар аукционның өзінде де түпнұсқалы сайтқа өзара байланысты жеңілдетуге арналып жасалған ресурстарда да мәмілелер жасай алады. Барлығы сатушы мен сатып алушылардың ынтасы мен заманауилығына байланысты. Бүгінгі таңда eBayде 128 миллион астам тіркелген пайдаланушылар бар. Компания кірісі өткен жылдың нәтижесі бойынша 16 миллиард долларды құрады. Осымен мен сөзімді аяқтаймын. Еске салайын, алдағы хабарларымыздың тақырыптарын сіздер танымал әлеуметтік желілердегі толық мәлімет хабарының аккаунттарында талқылай аласыздар. Сөз кезегі әріптестерімде амандықта жүздескенше.